Көз алдымызда тарих. Өзбекстандық футболшы Абдухадир Хусанов Манчестер Ситиге 40 миллион евроға ауысты. Мұндай жаңалыққа тек өзбек халқы емес, қазақ халқы да қуануда. Өзінің ауылындағы клуб керек етпеген соң, шетел көрейін деп кеткен жас бала қазір жай ортан қол командаға емес, бірден Еуропадағы көш бастап тұрған командалардың біріне ауысты. Тіпті дебютін кейінге шегермей, Пеп Гвардиола алғашқы мүмкіндігінде ақ ойнатқызды. Одан қалса былтыр Golden Boy номинациясына үміткер болып та көзге түскен еді. Сұмдық па? Сұмдық. Бүгін біраз нәрсе айтамыз. Өмірбаяны, қайда ойнаған, не істеген, атақ сарапшылардың ойлары, жалпы қалай ойнайды және ойын стилін барлығын талқылап өтеміз. Жоспарда тайм-код ретінде видео астында да пікір бөлімінде қалдырып кетемін. Сосын ең басты бөлім бұл атақты журналистер, бұрынғы бапкерлері, агенті және шетел халқы бұл трансфер жайлы ойлары. Бірақ мұны не бар, не жоғарыдама салдым, себебі материал тым көп. Ол жаққа бағыты бойынша дөп түсіп тұр. Үлкен еңбек жасалды. Кіріп көрсеңіздер болады. Сілтемесін төменге де жоғарыға да қалдырып қоямын. Сіздермен бірге желі аяқтарына сенімді оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде видеома лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Дебюті қалай ойнады және сол секілді мәліметтерге келмей тұрып, жалпы Абдухадир Хусанов кім деген сұраққа жауап берейік. Абдухадир Хусанов 2004 жылдың 29 ақпанда Ташкент қаласында дүниеге келген. Футболдағы жолын 7 жасында Ташкенттің Буньяткор академиясында бастады. Талантының арқасында бірден өзінен 2 жас үлкен балалармен ойнады. Алайда 17 жасында клуб оны физикалық тұрғыдан әлсіз деп 3-ші дивизионның резервтік командасына жібереді. Сол кезде Абдухадирдің әкесі Өзбекстан құрамасының бұрынғы ойыншысы Хикмат Хашимов ұлына басқа мүмкіндіктер іздей бастайды. Мұндай мүмкіндік Минсктегі Беларусь клубы Энергетик БГУ болды. Клуб Хусановты қабылдағанымен жергілікті ережелерге сай оның 18 жасқа толуын күтті. Алаңға шыққан бойда оның шеберлігі бірден байқалды. Орталық қорғаушы позициясында ойнап, Хусанов 2022 жылы Энергетик БГУ-ға Беларусь жоғарғы лигасында күтпеген 2-ші орынды алуға көмектесті. Клуб бапкері Павел Роднёнок оны қазіргі уақытта посткеңестік кеңістікте ең мықты қорғаушы деп мақтай түсті. 2023 жылдың наурызында ол 20 жасқа дейінгі Азия кубогында барлық ойынға қатысып чемпион атанды. 2023 жылдың мамырында Өзбекстан 20 жасқа дейінгі әлем чемпионатына жолдама алды. Осы сәттері оны Ланс клубының скаут-менеджері Батис Фави бақылап жүрген еді. Сол жылдың шілдесінде Ланс оны небәрі 84 мың фунтқа сатып алды. Ол Лансқа келген кезде ешкім оны танымайтын. Бірінші маусымда аз ойнады, бірақ мүмкіндік алған сәттен ақ ерекшеленді, дейді Get French Football News бас редакторы Люк Энтвисл. Қазіргі Ланс бапкері Уилл Стил командаға енді ғана тағайындалған кезде кейбір қорғаушылардың командадан кетуі мүмкін екен білгенде уайымға салынды. Сол кезде спорттық координатор оған уайымдамауын айтып, командада Абдухадир бар екен жеткізді. Бапкер кейін оның қателеспегенін және Хусановтың әлеуеті шын мәнінде өте жоғары екенін түсінді. Биылғы маусымда Хусанов Ланс қорғанысында күтпеген өзгерістер енгізіп, Джонатан Градит, Кевин Данса және Факундо Медина сияқты ойыншыларды негізгі құрамнан ығыстырды. Лига 1-де 13 матч өткізіп, соның 11-де негізгі құрамда ойнады. Егер Хусанов топ лигадан келгенде, оның құны 100 миллион евро болар еді, дейді әріптесі қорғаушы Дансо. Ал Ланстың бұрынғы қақпашысы Бриз Симба ол біздің қорғанысымызды түбегейлі өзгертті. Оның болашағы жарқын деп қосты. Хусановтың талантына деген сенімнің белгісі ретінде Ланс оны ойын формасын клуб коллекциясында сақтап қойыпты. Мұндайды олар тек клубтың ең ұлы ойыншыларына ғана жасайды екен. Сонда бұл болашағына зор үміт артып отыр деген сөз ғой. Расымен де 2024 жылы Абдухадир Ланс командасының үздік ойыншысы болды. Ал Лига 1-де қазан айының үздік ойыншысы атанған. Сонымен Манчестер Ситидің жасаған трансфер жайлы қызықты оқиғалар айтайық. Абдухадирге шетелдің басқа клубтарын санамағанда, құр АПЛ-дың өзінде 12 клуб қызыққан екен. Және байланысқан клубтардың барлығының шорт-листінде ол бірінші орында тұрыпты, дейді ойыншының агенті. Бұл жарысы соңына дейін барған тек Манчестер Сити мен Ньюкасл. Ситиде де ол шорт-листтің басында болған, ал Ньюкасл болса ешкім керек емес, тек Абдухадир керек депті. Алғашқы сұхбатында Манчестер Ситидің ойынын бала кезден көрген. Ойыны ұнайды, басқаларға ұқсамайды деп айтты. Трансфер құны 40 миллион евро. Қосымша бонус ретінде 10 миллион евро да беріледі.
келісімшарт 2029 жылдың соңына дейін. Ал айлығы туралы ресми мәліметтерді таппадым, бірақ өзбек халқының белгілі журналисті Нарзулла Сайдуллаев жылына 3,5 миллион евро алады деп айтуда. Енді Абдухадир Хусановтың ойын стилі жайлы сөз қозғайық. Қалай ойнайды, неге көзге түсті? Брис Симба монстр дейді, Ланс бапкері Уилл Стил танк дейді. Желесі журналист Нарзулла Сайдуллаев Өзбекстанда пойыздың астына түсу немесе Абдухадирдің астына түсу бірдей нәрсе деп айтады. Оның агрессивті стилі мен әуе доптарындағы шеберлігі оны Ман Сити қорғаушысы Рубен Диашқа ұқсатады. Ал жылдамдығы мен қауіпті шабуылдарды тоқтата білуі Тоттенхэм ойыншысы Микки Ван де Венді еске салады, дейді Азия футболының сарапшысы Джон Дуэрден. Ал Азия кубогында журналистер оның ойынын Манчестер Юнайттың бұрынғы қорғаушысы Немания Видичке теңеген екен. Өзім шыны керек сырғанап барып допты алуларын Мальдиниге ұқсаттым. Расымен де алаңдағы ойынын көрсең, Холландтың қорғаушы нұсқасы секілді. Ірі, бой ұзын, топқа баруға қорықпайды. Иықпен соғу керек болса, төгіңді қалдырмайды. Негізі Ситиде пас беру қасиет топты алып қою қасиеттен де жоғары тұратын бәріміз білеміз. Кезінде Джо Хартты аяқпен ойнай алмайды деп орнына Бравоны алып еді ғой. Кейбір қорғаушылар қорғаныста өте жақсы болғанымен, ойынның ырғағына түсетін кезде түсе алмай қала береді. Мәселен, ойын бастауы, алыстағы әріптесіне керек кезде пас шығара білуі. Әрдайым жартылай қорғаушы ғана пас беру керек деген жоқ қой. Кейде асығыс болған кезде қорғаушыда бұл қызметті атқара білу керек. Бірақ Хусановта ондай қатты қиыншылық болмайды деп ойлаймыз. Себебі ойынды бастайды алады, тығырықтан шығатын кезде әріптестерін пас арқылы тауып та жатады. Тіпті маған ұнағаны, алыс маңда тұрған әріптестеріне әуе пасының бере алуы. Өте тамаша. Пептің нұсқаулықтарын жасай берсе, Родридың қорғаныс стилдегі нұсқасына айналуы сөзсіз. Одан бөлек жылдамдығын айта кетейік. Өзбекстандағы әріптесі және ЦСКА ойыншысы Аббасбек Файзуллаевтың айтуы бойынша, Абдухадир Өзбекстандағы ең жылдам ойыншы. Қысқа қашықтыққа мен тез жүгіремін, ал алыс қашықтық болса ол дейді. Мына эпизодқа мән берейікші. Реймспен болған ойында Дзюня Итоны қуып жету үшін сағатына 37 км жылдамдықпен жүгірген екен. Әрине жылдам ойыншы Ито бар жылдамдығын тек басында ғана қосты. Ары қарай бұрылып тебуге уақыт кетіріп алды. Соның өзінде де Хусанов көп шабуылшылардың қолынан келе бермейтін жылдамдықты көрсете білді. Енді дебюті жайлы сөйлесейік. Пеп Гвардиола алғашқы ойында ойнасын деген мүмкіндік берді. Барлығы дебют өте нашар. Қателік көп жасады, мұндай дәрежеде ойнай алмайды деген секілді сыни пікірлерді де жаудырды. Алайда сынға қарағанда әлеуметтік желілерде қолдауларды көбірек көріп жатырмыз. Барлық Азия тұрғындары өзінің іні ағасын көргендей қолдауда. Жалпы мен үшін дебют кейбір қателіктерге көз жұмсақ тамаша деп білемін. Беретін пастарын берді, алатын доптарын азулы қасқыр секілді жұлып жеді. Енді Пальмерге қарсы ойнап сары қағаз алғаны бар, сосын қақпашқа берем деген пасының голға айналғаны да бар. Ештеңе етпейді. Алғашқы ойын 40 миллион евро деген тұрған басында жүк, жаңа лига, жаңа команда, жай команда емес, өте ірі команда. Әріптестерің барлығы жұлдыз. Қорқыныш болмады емес, болды. Әдетте беріп жүрген пасын қате берген соң бірден түсіндім. Уақыт өте келе мұндай болмайтын қателіктерді артта қалдырады дегенге сенемін. Жалпы мансабымда мұндай өрескел қателіктер болды ма? Барлық ойындарын көріп шыққаным жоқ, бірақ көргендерінің ішінде өзін салқынқанды, салмақты ұстаған. Сонда қарайтын болсақ, мұндай сәттер өте сирек, тіпті болмайды да. Пеп Гвардиола ойыннан кейін Хусанов жайлы Sky Sportsқа сұхбат берді. Абдухадир Хусановпен сөйлесуім үшін бәлкім орысша не өзбекше меңгеріп алуым керек шығар. Мен оған қателік жасама деп қалай айтамын. Ол онсыз да қателік жасамау керек екенін біледі ғой. Оны жасағысы да келмейді. Ал қосалқы құрамға жібергенім тек сары қағаз үшін ғана. Қателік емес деп үн қатты. Гвардиола ашулы емес, әлі үйретерім көп, тіл жатта деп талап қойып жатыр. Енді мақтап жатырмыз, айтып жатырмыз. Кемшіліктерге келейік. Кемшіліктер деп қатты айтқаным болмас, бәлкім дамыту керек қырлар шығар. Себебі бала әлі 20-да. Бірінші соққысының жойқын болмауы. Қорғаушыға мұндай қасиет қажеті де жоқ, бірақ арасына тепкенін көрген соң айтпай кетпейін дедім. Мансабымда санаулы ғана гол соққан, бірі қарбалыс сәтінде болса, бірі пенальтиден. Тек энергетик сапында айып соққысынан салған голы бар екен. Оның өзі онда жойқын болып ұшқан жоқ. Осы жерде айта кететін бір ақпарат. Мен соққысының жойқын екенін матчтардан байқай алмадым. Ал бұрынғы энергетиктің бапкері болса, оның соққысының жойқын екенін айта кеткен. Бәлкім ойын барысында жөнді қолдана алмай жүрме, онысын білмедім. Кейін Найнгаланың соққыларды көрерміз деп ойлаймын. Екінші мәселе ол тәжірибесінің аздығы. Кей кезде допқа үлгерем деп ереже бұзып та жатады. Бәлкім сол сәттері басқа іс-қимыл жасағанда сарын алмайтында мүмкіндіктер пайда болар еді. Алайда барлығы тула салып Мальдини болып кетпейді ғой. Мальдини де бірден Мальдини болған емес. Сол үшін тайминг, дұрыс шешім шығару жайттары уақыт өте келе дұрыстала береді. Жалпы бұл трансфер үшін өзім қуаныштымын.
Енді Дастан Сатпаев Челсиге келем дегенше Манчестер Ситиге жанкүйер болатыным сөзсіз. Ал сосын өздеріңіз білесіздер кімге жақтасатынымызды. Айтпақшы, шетел халқының, сарапшыларының, журналистерінің пікірлерін не бар не жоқ арнамнан тамашалай аласыздар. Ол жақта толық ойларын жазып кеттім. Сілтемесі төменде сіздермен бірге желі аяқтанасы. Қолдар ретінде тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Ол мен үшін маңызды. Аман болыңыздар.